Қара қандай жер тауып алдым. Бала кезімізде осындай жерлерде ойнайтынбыз. Ағаштың үстіне шығып алып, осындай үйшіктер жасап. Осындай жасап қатты жүрдік. Бала кезіміздегі. Осындай жаңа көшелерді, жаңа елді мекендерді көріп, қарап, танып, ана жерде осындай көше бар екен ғой, мына жерде мынандай бар екен ғой деп қарап жүрген маған ұнайды да. Осы қараңғыда тұрсам да, мен білмейтін, мен әлі көрмеген көшелер бар. Көрдің бе? Әдемі, мынау көше Нестерова көшесі екен. Ухоженный, компактный, асфальтталған, таза, тыныш. Сондай әртүрлі көшелер бар екен. Сен осындай көшелерді қарап, танып, сен білмеген, сен көрмеген жерлерге барып көріп еткен кезде, сен санаң үлкейе береді. Санаң кеңейе береді. Расширяйте границы сознания дейді оны. Не обязательно шетелге шығып, Түркияға, жаққа бару. Өзің тұрған жеріңдегі қалаңдағы, өзің көрмеген, өзің жүрмеген жерлерге барып, көріп, мысалы. Не обязательно ресторандарға барып, кафелерге барып. Міне, өзің білмеген, көрмеген көшелерге барып, көр, тегін, барлығы тегін. Өзің жүр, көр, таны, санаңды аш. Көрген сайын сен таң қаласың, осындай жерлер бар екен. Сен таң қалған сайын сенің миың жақсы жұмыс істейді. Сен көрген сайын сен 5 сезім мүшең жақсы жұмыс істейді. Сен уже көзің жақсы көретін болады, алысты көресің, иіс сезім мүшең, обаяниең, барлығы сенде бар жақсы болады. Адамдармен танысасың, жақсы көшелермен көресің, көрмеген жерлер көресің. Осындай бар екен ғой, біздің қалада мен тұрған жерлерде осындай көшелер бар екен ғой деп, өзің санаңды аша бересің. Көрдің бе? Неше түрлі көшелер. Литовский, Кронштадтская, Нестерова. Әр жақта телевизионный деген бар. Куприна деген бар. Сәтпаев көшесі, Сәрсеков көшесі. Әртүрлі біз білмейтін көшелер көп міне. Қарап жүрсем. Ар жақта бір көше.